Ассалаумалейкум, құрметті волейбол сүйер қауым. Inside волейбол KZ Атырау қаласына келіп жетті. Бұл жерде екінші үлкен тур ерлер арасындағы ұлттық лига ойындары өтуде. Және бірден біз керемет ойынға тап болдық. Бұл биыл чемпиондыққа дәмелі екі команда. Бірі батыстың Ақтөбесі болса, екіншісі енді оңтүстік шығыстың Жетісу командасы Талдықорған қаласынан. Қазір енді Жетісу командасы өте қатты күшейген. Былтыр Ақтөбеде ойнаған 3 ойыншы Ергжан Бөкен, Дамир Акимов, Никита Швалев дәл қазір осы команданы алдыға жетелеп жүр. Ендеше көрейік, өте қызықты ойын. Бірінші орынға кім тұрақтайды? Бұл ойыннан кейін белгілі боламыз. Өйткені қазір Жетісу екеуінде бірдей 11 ойыннан кейін Жетісуде 33 ұпай, Ақтөбеде 32 ұпай. Бүгін Ақтөбе жеңіске жетсе бірінші орынға көтеріледі, Жетісу жеңіске жетсе бірінші орында қалады. Сондықтан бұл жаңа дерби, бұл қазіргі таңдағы еліміздегі ең мықты командалардың бірі. Және осы влогта бұл ойыннан атмосфера сізге беретін боламын. Және де айтпақшы, бұл арена, Ида арена деп аталады. Атырауда таза волейболға салынған аренаны да бір көріп шығамыз. Іштей комнаталарын, асханасы барлығы өте тамаша. Енді осындай аренамыз көп болсын. Сол кезде әрбір команда келесі жылы өзінің ойындарын дома выезд деген формат айтып жүрміз ғой, болады деп Алла қаласа. Сондай форматқа өтуге әбден лайық команда, осы Атырау командасы туралы да айтатын боламыз. Сол себептен біздің влогты қараңыздар, көптеген инсайттар біздің арнада. Inside волейбол KZ жазылмасаңыз міндетті түрде тіркеліп, комментарий жазып, бізді қолдап кетіңіздер. Кеттік! Жетісу Ақтөбе влог. Достар, мен сіздерге уәде берген болатынмын. Дәл осы ойын басталғанға дейін Ида арена деп аталады. Енді бұл жеке меншік арена, таза волейболға салынған, Атыраудың басшылығы салып берген. Бұл жерде волейболдан басқа ешкім, ешқай спорт түрі ойнамайды. Міне қараңыздар, терефлекс төселген. Негізі паркет осындай. Бірінші үлкен турда терефлекс болмаған. Бірақ енді оқылықтарды ескере отырып, екінші үлкен турға міне терефлекс салған. Іші жылы. Екі киім ауыстыратын бөлме. Ана жақта міне ойыншылар келеді, кофе машинка тұр. Ана жақта міне жігіттер ас болсын. Қазспорттың сотрудниктері Нұрбол Саясат, еліміздегі нөмір 1 режиссер мен операторлардың бірі тамақ ішіп отыр. Барлығы тегін ғой, жігіттер. Сіздерге бүкіл жағдай жасалған ғой. Нұрбол, қалай жалпы жұмыс істеуге өте жақсы ма? Ыңғайлы ма бұл арена? Первый, второй бәрін алып апты бұлар. Міне, осындай кішігірім столовый бар. Әдемі келіп, ойын жарыс қатысушылары тамақтанып кетеді. Ас болсын, жігіттер. Келесі, міне бір жақта административно-управленческий персонал дейді ғой, ауып отыратын жер. Міне дәрігерлік кабинет, кадрлар бөлімі, директорлардың кабинеті, міне бас есепші, міне директор тұрады екен. Даладан міне осындай көрініс. Бұл жаңағы ойын өтетін жер, және бұл міне қазір бір мүмкіндік болса, бір комнатаға да ойыншылардың комнатасына кіріп көрсететін боламыз. Екінші этажға көтерілдік. Бұл жерде міне әлі ремонттық жұмыстар да өтіп жатыр екен. Жалпы бұл жерде қыздар, дубль барлығы тұрады. Міне бір комнатаны уағалейкум ассалам қалайсың көрсетеміз. Осындай екі адамға арналған жататын жерлері, міне заттары не бар екен бұл жерде? Протеин, үздік ойыншы дейді, алма. Барлық мебель жана. Душ. Жалпы өте жақсы салған екен енді. Жастарға бүкіл мүмкіндік жасалған волейболшыларға. Бұл Ида аренада, және мен айтып кеткендей, жастар бар, дубль бар, қыздар бар, Атырау командасы. Бұлдардың кейбірі осында тұрады енді. Семьялы еместер деп айтайықшы. Барлығы осында келесің, түсесің, астында массажында аласың, тамағын ішесің, тренировкана барасың. Жалпы дайындалуға өте керемет арена, және бұл тағы да айтып кетейік, частный инвестиция, мемлекеттің ақшасына салынбаған.
бірінші этажында міне Қазспорттың жұмыскерлері елімізге таныс, барлығына волейбол сүйер жанкүйерге таныс Бердіке Мұқаш. Міне осындай арена кішігірім, потолоктары міне былай көрсетейікші. Кішкене аласа деп ойлаймын, бірақ кешеден бері қарап отырмын, сол бір потолокқа бірде-бір доп тимеген. Сол себептен тіпті ұзындығы ыңғайлы деп ойлаймын біздің волейболға. Енді республикалық жарыстарды, кубокты қабылдай алмаса да, осында келесі жылы өтетін выезд дом деген бар ғой, енді екі рет ойнайды ғой командалар өз алаңында. Осы кішігірім жерде ойнап, командаларды қабылдап, сондай деңгейге жетеді деп ойлаймын негізі осындай арена. Осындай арена әрбір елімізде салынса, негізі кішігірім осыдан бастасақ, үлкен зәулім Дворецтер, спорт сарайындар емес, осыдан бастасақ, біздің волейболда меніңше өте жақсы жетістікке жетеді. Себебі таза волейболға арналған ареналар бізде өте аз, тіпті жоқ десем де болады. Талдықорғанда бар және Петропавлда бар. Сол себепте мен Атырау командасы үшін шын жүректен қуаныштымын. Биыл командада өте жақсы өнер көрсетуде, тіпті ойыншылар аз болса да лидерлердің қатарында. Ал енді Жетісу мен Ақтөбе ойынына келетін болсақ, бұл өте важный ойын ғой, себебі келесі жарыс ол кубок, Астанада өтетін, дүркіреп өтетін кубок. Бұл кубоктай жарысты Қазақстан волейбол жұртшылығы көрген емес деп айтып жатыр. Көреміз енді бүкіл ойына барып қарсамызда, ат салсам сол кубокқа мен барып өзімнің жаңағы услугаларым дейді ғой, енді соларды ұсынамын, соның басқасына жүрге тұрсамын, организация моментке де қатысқым келеді. Енді жаңа басшылық ашық қой, естіп жатыр. Сол жағынан бір мені естіп, маған да көмектессе, өздеріне де күшті болады ғой енді. Прессалардың көптігі. Олар балалар тартамыз, жан-жақты ол кубокты көрсететін боламыз халыққа. Сол себептен сіздер Астана қаласында болсаңыздар, міндетті түрде айтпақшы жекпе-жек сарай менің видеосын телеграмға салдым ғой. Сол телеграммаға тіркеліңіздер. Жекпе-жек сарайын кескен волейболға деген енді сетканы қою үшін, антеннаны қою үшін жекпе-жектің басшылығы мен таң қалдым негізі, рұқсат бермей. Ешкімге рұқсат бермеді. Тіпті бір инсайд айтайын, кезінде Алтай, сол кездеген қазір Алтай жауып қалды ғой, Алтайдың басшылығы Алтай мен Фенербахче ойынын сол аренада өткіземіз деген жоспар болған, бірақ рұқсат бермепті. Ал қазіргі кубокты өткізуге жекпе-жектің рұқсаты берілген, өте тамаша арена, куб барлығы бар, тіпті эстрада әншілері келеді дейін. Сол себептен ұлдардың финалдық айқастарына келуіңізді сұраймын. Міндетті түрде барлық информация біздің телеграм арнада, тіпті федерацияның қазір инстаграм парақшасында бар. Қараңыздаршы, осындай тренировка жасап, ойын қарап жатыр Рафаэль Мигель. Не деген бақыт десейші. Үздік ойыншыға осындай статуэтка беріледі, міне әдемі. Өте ауыр екен. Нұрсат, организаторлардың бірі. Бірінші партияның басында Ақтөбе командасы кішігірім отрывқа кетті. Есеп әзірше 10-8, бастамасы жаман емес. Және ең бір сюрприз дейді ғой. Ақтөбе сапында Сергей Михайлович Прикоз, бас бапкер Кирилл Костеленконы қосалқы құрамында қалдырды. Және бірінші минуттан бастап Азамат Сейілхан шықты. Азамат тамаша. Жетісуға жинау көріп, өткені есеп 14-8 плюс 6 Ақтөбе алдыда. Бұндай қарқынмен
Жетісу бірінші партияны оңай беріп қоятын сияқты. Марат Адыршев негізгі құрамдағы бүкіл ойыншыларды алмастырған сияқты. Тек қана Ережан Бөкен мен Дамир Акимов қалды. Талалжанский, Абай, Омар, Алдаш көрейік, ал біздің қазақстандық жігіттер бірінші партияны өзгерте алады ма? Бірінші партия аяқталды, есеп 25-16. Ой-ой-ой, Жетісу командасында қазір разбор полетов болады. Бұл енді өте нашар ойында. Онда күтпеді. Екінші партия барлығы басынан басталады. Жетісу командасына бұл партия ауадай маңызды жеңіске жету. Айтпақшы, Ю-21 Қазақстан жастар құрамасының ойыншылары да өте көп. Бұл жігіттердің де прогрессіне қуаныштымыз. Ойын в одну калитку дейді ғой негізі. Ақтөбенің таза басым бұның өтіп жатыр. Әзірше есеп екінші партияда 12-де 17 плюс 5 Жетісу командасына ояну керек, түрілу керек. Әйтпесе 3-0 болатын сияқты. Қыздарда Жанна Строечкина болса, ұлдарда Андрей Самойлов. Есеп 23-те 16. Жетісу әлі 20 ұпай бір партияда ала алмай жатыр. Бір голмен пас! Сәт гол! Және есеп 2-0. Ақтөбе командасы сенімді түрде 25-те 17 есебімен жеңіске жетті. Және ойындағы есеп 2-0. О, Арман Кабесов. Федерацияның вице-президенті, бірінші вице-президенті. Слав, за счет чего команда Ақтөбе тотально доминирует первых двух партий? Во-первых, мы много блокируем, хорошо подаем. У них плохой прием. За счет этого вариативность атаки, разбирали хорошо этих соперников, довольно-таки точно выполняют установку тренера, поэтому такой результат. Командасында сет point, есеп 24-те 18. Не деген камбэк. Бірінші, екінші партиядағы Ақтөбе қайда? Замена болмайтын болды. Кузнецов өзінің алаңда қалу керектігін бас бапкерге дәлелдеді. Бірақ 6-1-дей допты қатарынан Ақтөбе ұта алады ма? Уақыт созып жатыр бас бапкер. Бұл тактикалық шешім. Допты ойынға қосатын Владислав Кунченко. Ойын көрейік, мырзалар. Set point.
настроениесі көтерілді. Қараңыздаршы, қандай жарқын улыбка. Қараңыздаршы, қандай әдемілік. Бізді шешуші 5-ші партия күтуде, құрметті достар. Есеп 2-2, Ақтөбе 1-2 партияны ұтты. Жетісу 3-4 партияны ұтты. Сенді түрде және міне қазір тайбрейкте барлығы анықталатын болады. Екінші үлкен түрді қай команда бірінші орынмен аяқтайды? Ақтөбе немесе Жетісу. Атыраудың статистика Нұрсат Қатиев. Жетісуға әлде Ақтөбеге жанкүйер ма? Нұрсат, қай команда жеңеді деп ойлайсың? Кім? Атырау? Атырау. Марлен бас бапкермен сөйлесуде. Марлен ойынша бүгін Ақтөбе ұтатын секілді, иә, Марлен? Пусть победит сильнейший. Ой-ой. 5-ші партия Ақтөбе алдыға шықты, есеп 7-те тайм-аут. О, міне. Жетісу, көрейік. Есеп 7-5. Есеп түбегейлі өзгерді. 13-12 Владислав Кунченко. Нар жігіт настроениесі көтерілді. Матчбол 14-12. Жетісу командасында 2 матч бол. Владислав Кунченко. Ойын әлі аяқталмады. Челлендж. Нұрдос аут деп отыр. Ойын аяқталды. Есеп 3-2. Когда последний день работы, да, Тахир? Ну, сложность составляла в том, что это была первая игра с утра, и мы вчера не успели восстановиться. И для таких команд очень сложно играть в утреннее время, поэтому по прошествии некоторого времени ребята пришли в себя, нашли свою игру и доказали, что есть характер, и на волевых вырвали эту победу. Травма Жаслыкова очень будет влиять нам на кубок, но надеемся, что медицинский штаб нас приведет его в норму. И у нас еще есть запасные игроки, которые тоже будут участвовать. Мухтаров Орлан есть, который тоже готов сейчас. В целом, теперь расскажите про кубок. Какие настроения вообще в целом? Кубок Казахстана имеете в виду? Ну, Кубок Казахстана будем... мы никогда не завоевывали, в прошлом году третьи были. Хотим стать обладателями кубка. Поэтому сейчас будем прилагать все усилия. Но, видите, травма Жаслыкова, конечно, ослабит нашу команду. Но надеемся, что есть ребята, замена, которые достойно выступят и заменят его. Енді ойын өте керемет дәрежеде өтті. Жетісуда осал қарсыласымыз. Қазіргі чемпионаттың бірінші орында жатқан командасы. Кішкене өзімізге еркіндік беріп қойдық деп ойлаймын, үшінші партияда. Сол концовкада алып кетті, сонымен
куражбен алып кетті ғой қалған 3 партияны. Негізі ойын жақсы болды. Бұл енді сезонның әлі басы ғой. Алда неше түрлі ойындар бар. Бұйыртса алдағы уақытта жеңеміз деген ойдамыз. Кубокта құдай настрой боламыз. Кубокқа. Жалпы 4-ші күн 1-ші ойын қалай саған әсер етті? 4-ші күн 1-ші ойын жақсы, нормально андай. Уже үйреніп қалдық былтырға қарағанда. Былтырлары 7 ойынның мысалы 4-еуін таңертең ойнап жүрдік қой. Оған қарағанда. Біздер жаспыз ғой енді. Үлкен жігіттерді кішкене қиындау шығар, бізге нормально. Таңертең ерте тұрып, завтрагымызды ішіп алып, кішкене прогулка істеп келіп ойнай береміз ғой біздер. Ал енді жанкүйерлерге айтар сөзің болса, камераға айтсаң болады. Жанкүйерлерге рахмет көп. Сол, үлкен рахмет қолдауларыңызға, сенімдеріңізге барлығын көріп жатамыз. Іштей қуанып қаламыз. Бәрі күшті, әдемі, рахмет көп. Ja, ойын өте қиын болды. Ақтөбе командасына үлкен рахмет осындай ойын үшін. Басында әрине бізге өзіміздің сүйем жетіспеді біріншіден, екіншіден өзіміздің защитадан шығарған доптарды ұрып түсіре алмай аттық алаңға. Бірақ жігіттер молодцы, шыдап ақырын өзіміздің дегенімізге жеттік, өзіміздің установкаларды орындадық. Жігіттерге рахмет, өз командаларыңызға сеніңіздер, мен сияқты шын жүректен. Достар, осылайша екінші турдың орталық ойыны керемет камбэкпен аяқталды. Жетісу бірінші орынды сақтап қалды. Осындай ойындар арқылы біздің волейболға деген жаңа көрермендердің келуі тез болады. Жаңа фанаттар, жаңа ойыншылар, жас балалар осындай ойындарды көріп, волейболға деген махаббатты ашады. Inside Volleyball KZ, Қазақстан волейбол махаббатын ашатын канал. Тіркел, бізді қолда. Біз барлық шындықты айтуды жалғастырамыз. Қазақстан волейболы жасасын.